құрамы өте арзан тұратын панкейктер әзірлейтін боламыз. Таңғы уақытта балаларыңызға жасап берсеңіздер өте риза болып қалады. Сондықтан тез жасалатын түрін жасайтын боламыз. Алдымен сүт қажет, оған шекерімізді саламыз, сонан соң жұмыртқамызды саламыз. Ұнымыз бен разрыхителіміз екеуін бір-біріне қосып, бір араластырып қоямыз. Осы қоспаларымызды бір миксерлеп алып, сонан соң барып үстіне ұнымызды салып отырып, екіге бөліп салсаңыздар да барлығын салуға да болады. Жақсылап бір миксерлеп аламыз. Сонан соң біз сары майымызды водяной баняда ерітіп қоямыз, осылай дайындап. Ең соңынан осы сары майымызды салып араластыратын боламыз. Енді мінекей біздің тестамыз дайын, басқа еш нәрсенің де қажеті жоқ. Енді пісіре беруге болады. Табамызды жай отта қыздырамыз. Ешқандай май жақпаймыз. Панкейктерімізді осылай қасықпен біртіндеп құйып бірден пісіре беретін боламыз. Ешқандай естеріңізде болсын, май тигізуге болмайды. Мінекей осылай отқа құйып болған соң беттері кішкене тесіктер пайда бола бастайды беттерінде. Сол кезде уже келесі бетін сіздерге ауыстыру керек болады. Сондықтан күйдіріп алмаңыздар, ұзақ ұстауға болмайды. Мінекей осыны майда бүршіктер пайда болған кезде келесі бетін уже ауыстыра береміз. Сонда келесі беті де піседі, ешқандай шикі болмайды. Өте дәмді, өте жеңіл, тез пісіп қоятын осындай панкейктерді үй жағдайларында өздеріңіз жасасаңыздар болады. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, қыздар. Сіздерге апта сайын неше түрлі керемет рецептілерді шығарып отыратын боламын. Бұл панкейктерді бір жасағаннан кейін үнемі жасайтын боласыздар, себебі дәмі өте керемет болады. Ас болсын баршаңызға. Менің каналыма подписация етіп қойып, лайк басуды ұмытпаңыздар.